2025-26 оқу жылында жаңағы журналистика және әлеуметтану факультетінің телерадио және қоғаммен байланыс кафедрасының қоғаммен байланыс мамандығы бойынша 4-ші курс студенттері қазіргі таңда іс-шараларды ұйымдастыру сабағының жаңағы тәжірибелік сабағынан PRD 2026 жаңағы жобасы бойынша жұмыс жасап жатыр. Бұл жұмыстың негізгі мақсаты, PRD 2026-ның негізгі мақсаты жаңағы болашақ біздің студенттерімізді, абитуриенттерді тарту мақсаты, мамандықтың жаңағы сапасын арттыру мақсатында және жаңағы студенттеріміздің өзіндік тәжірибесін ары қарай ынталандырып, тәжірибесін мақтай түсу. Олимпиада построена по принципу практика-ориентированного марафона и включает 3 ключевых этапа. В видеоконкурсе участники снимают и публикуют в Instagram короткое творческое видео на одну из актуальных тем. «Я креативная личность», тренды в области искусственного интеллекта и цифровых медиа или пиар в моем понимании. Жасанды интеллектпен түсіргендер аз екен. Негізі қазіргі заманға жасанды интеллектпен түсірсе жақсы болушы еді. Былтыр күшті видеолар болды ғой, жасанды интеллектпен түсірілген. Басын жасанды интеллектпен бастап түсірген кездер болған. Қазіргі таңда PRD 2026 аймақтық мамандандырылған олимпиадаға қызу дайындық жүргізіліп жатыр. Менің ойымша бұл екі жақты мүмкіндік, яғни біздер студенттер үшін біз бұл олимпиаданы жүргізу барысында біраз практика, тәжірибе жинап жатырмыз. Алдағы уақытта кәсіби жолымызда да үлкен қауыммен жұмыс жасауға жақсы бір дағды десек болады. Ал оқушылар үшін армандаған университетіне, қалаған мамандығына түсуге үлкен мүмкіндік. Во втором этапе участники будут писать эссе, темы объявят в день проведения, что потребует от них быстрой реакции. Кульминацией станет 3-й этап – дискуссия и собеседование с ведущими пиар-специалистами, которые поделятся практическими методами и опытом. По итогам Олимпиады все участники получат сертификаты, призовые места, что станет дополнительным преимуществом при поступлении в наш университет и в особенности на нашу специальность. В 2024-2025 годах в Олимпиаде PRD победителями стали Алика Илюшан, Махаббат Орумбасар, Карагуз Ербол и абитуриенты из ближнего зарубежья. На сегодняшний день они успешно обучаются по образовательной программе «Связь с общественностью» на факультете журналистики и социальных наук Евразийского национального университета.